Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Мен сол Қазақ Автоэлектрик, есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Достар, қалдырыңыз қалай? Мен сіздерге пайдалы кеңес түсіруден шаршамайын, сіздер лайкап айтып, кайфап айтып, комментарияны толтырудан шаршамаңыздар. Достар, компрессор подшипникті қалай ауыстырамыз? Сіздерге көрсете кетейін, бағытын сіздер қарап отырып, лайкты аямай басып, комментарияны толтыра беріңіздер. Достар, көбі алатта съемникті салып, мысал үшін съемниктегі дүниені салатта мынаған прямой тартады. Достар, олай болмайды. Мына басындағы бірінші болтын шешіп аламыз. Болтын. Достар, мынаны шешіп аламыз, сосын мына жайлап алынады. Осылай ырбандатсаңыздар, алынады, байқасаңыздар, достар. Мінекей, мынарда достар, қарасаңыздар, кольцосы бар, держатель, қалай айтсақ болады, стопор. Соны арнайы құралмен ағытамыз, достар. Мінекей. Міне, достар, осылай ағытамыз. Одан кейін съемникпен біреулер мына жеңіл алынады. Болмаса мынандай арнайы съемникпен жайлап алуға болады, достар. Мінекей. Осы подшипник көбіне дауыс шығарып, шарылдап кетеді. Осыны ауыстырсаңыздар, қойады. Одан кейін, достар, қарап отырсаңыздар, кейде мына магнит жасамайды. Біреулерде көрінбей, мынандай жерінде тұрады. Біреулерде көрініп тұрады, мынау антитипі, қалай айтсам болады, предохранитель сияқты диод типі. Соны жаңып кетсе, мына екеуін прямой пайкілесе, магнит жұмыс жасайтын болады. Одан кейін, достар, мынаны ашатын болсаңыздар, тағы мынада стопор бар, тоже. Сонда солай шешу керек болады. Достар, мінекей, осылай стопорды алып, магнитті осылай шығаруға болады. Түсіндір ме? Мен сіздерге көрсетіп қанша себебім. Достар, әрі қарата мен сіздерге айта кетейін, ішіндегі неге жасалмайды. Неге? Достар, ішіндегі бөлшектер табылмайды. Тек осыны жасауға болады, и мына подшипникті ауыстыруға болады. Одан кейін, мына бетінде крышкасы кетіп қалады, мына біразда резинка болады, қарап отырсаңыздар. Осы резинка кетіп қалады, осыны ауыстыруға болады. Ар жағын ішін ашып көрсетейін, достар, сіздерге. Сіздер қолдап лайк басып отырыңыздар. Мынандай ішінде клапан болады. Біреуі, так, мен сіздерге түсінікті болу үшін ашып көрсетейін. Мындай клапаны болады, достар, сетіп қалатын заттар. Мынаны как мотор сияқты, мысал үшін, достар, қарасаңыздар, бір жағында сорушы, бір жағында бұл шығарушы клапан болады. Осылар қыспай, дұрыстап ұстамай қалады. Сондықтан компрессор шаршайды. Одан кейін екінші себеп, достар. Қазір жайлап ашайық. Мінекей, мынада каждыйында поршын болады. Қарап отырсаңыздар, көрдіңдер ме? Кіріп шығып жатыр. Осылар қазір көрсетемін, достар. Одан кейін, достар, мынандай ішінде тоже подшипник болады. Бұл да дауыс шығарып кетуіне бір себеп. Одан кейін ішінде внутренний тоже подшипник болады. Ол да шарылдап кетеді, шор етіп. Сосын, достар, арасында сальник болады. Бұл сальникті ұстамай қалады кей кезде. Сұрманеке, көрдіңіздер ме? Компрессор қалай жасайтын. Кіргізіп шығарып, қисық темір тұрады. Достар, көбіне мынау сальник сияқты, бұлай айтқанда мотордың кольцасы сияқты зат. Осы желініп қалады, сосын давление бере алмайды, достар.
Сондықтан біз айтатынымыз іш жағы жасалмайтын себебі осы зат табылмайды. Көрдіңіздер ме достар, мынандай жерлеріне царапин түскен. Уже бұл компрессор жақсы істемейді. Сондықтан достар, істелетін тек мына подшипникті ауыстыруға болады, мына крючканы ауыстыруға болады, мына магнитті жасауға болады. Достар, мен соны түсіндіре кетейін деген біреулер звондайды. Компрессор жасаймын депсің ғой дейді. Мен достар, мынаны көрсеткен болатын алдыңғы видеомда. Сондықтан, мысал үшін, мына ішінде бір подшипник бірдеңе кетіп қалса, мына подшипник кетіп қалса, сізге әкел десем әкеле алмайсыз. Сол себептен бұл компрессордың іші жасалмайды. Достар, осыны түсіндіре кетейін деген. Есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Сіздерді көліктеріңіз әрдайым далада алдырмасын. Қазақты қазақ қолдамаса кім қолдайды? Лайк басып, комментарий толтырып отырыңыздар. Видеоны таратып отырыңыздар. Сау болыңыздар.